7 мамыр Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Айбынды, қажырлы, қайсарлы азаматтарымыз көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі мереке құтты болсын. Мен Мұнайлы ауданы нөмір 4-ші жалпы білім беретін мектептің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі, аты жөнім Умирбаев Арман Бақтыбайұлы. Енді алғашқы әскери дайындық жалпы 10-11 сыныптардан басталады. Бізде енді оқушыларға жалпы түсіндіретініміз жарық шақты қол гранаталар. Міне өздеріңіз көп тұрғансай, жарық шақты қол гранаталардың өзінің 3 түрі болады. Яғни танкіге қарсы, және шабуылдық, және қорғаныстық болып бөлінеді. Яғни мына жерде тұрғанымыз бұл шабуылдық қол гранатасы. Яғни бұның массасы 310 грамм. Қорғаныс, яғни шабуылдық болғандығы лақтыру қашықтығы 45-50 метрге дейін лақтырады. Ал жарық шақты ұшыру радиусы жарылған кезде бұл 30-25 метрге дейін жарылады. Бұл шабуылда граната. Ал қорғаныста граната бұл F1. Бұның салмағы 610 грамм. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, бұның салмағы кішкене көбірек. Бұның лақтыру қашықтығы 35-45 метр. Ал жарылу радиусы бұның 200 метрге дейін жарылады. Сол үшін қорғанысты граната. Қорғаныс гранатасын бұл біздер ашық алаңда емес, окопта немесе бір жер түрлі үйлерде. Бағана өздеріңіз көрдіңіздер, енді біздің АК-74, яғни автомат калашникті жартылай және толық бөлшектеуді сіздерге көрсететін боламыз. Қазір сіздерге тек жартылай бөлшектеу. Бізде енді бағана айтып отқанымыз тек қысқа ретінде сіздерге түсіндірдім. Енді осы калашникті қазір ең алдымен біздер оқ жатарды алып бастаймыз. Оқ жатар, яғни орысша магазин. Оқ жатар.